макро, витаминный комплекстердің жетіспеуінен. Мысалы, бір кальцийдің жетіспегеннен, білесіздер, 300-ден астам ауру пайда болады екен. Бір D3-дің өзінің жетіспегеннен, вообще бүкіл ауру сырқаулардың проблемалар пайда болады. Анау айтады ғой, король витаминов D3. Бір жаңағыдай магнийдің жетіспегеннен, немесе бір аминокислоттардың жетіспегеннен қаншама проблемалар пайда болады. Сол үшін де мынау нәрсенің барлығы, үшінші нәрсенің барлығы адам тамақтан алған, тағамнан алған. Әрине тағам деген екіге бөлінеді, адам деген екі мәрте өмір сүреді дейді. Біреуі тамақ ішу үшін өмір сүреді, біреуі өмір сүру үшін тамақ ішеді дейді. Сіз қайсысына жатасыз деген сұрақ қойды. Сол үшін де именно культура, мәдениет, тамақтану в основном өте, былай айтқанда, ұқыптылықты талап етеді. Кез келген фастфуд, масфудты мусорный ящикке тығатындай ішке тыға бермей, пайдалы, сбалансированный сондай питаниялармен қолданған жасайды. Әрине одан қашып мүмкін емес, және де тағамнан қазіргі таңда керекті мынау витаминдерді ала алмайсың да. Мысалға 15 витамин керек бізге, 18 аминокислот керек бізге, 3 полинасыщенный жирный кислота керек, сосын фермент керек, жаңа 5 деген сияқты. В общем, мынау құрылыс материалды сіз в основном күнделікті ішіп жатқан тамағыңыздан алуыңыз керексіз. Құрылыс материал. Бірақ бұл құрылыс материалдарды қажетті бір витаминді алу үшін, мысалы алмадан алуымыз үшін, примерно қазіргі алманың бір шелегін жеу керек екен ғой. Мысалға бір 60-70 жыл бұрынғы алма мен қазіргі алманы вообще салыстыруға келмейді. Вроде красивый, әдемі, бірақ пустой іші. Витамин нелердің барлығы жоқ. Наоборот, не сияқты. Сол үшін де дамыған мемлекеттердің барлығы бұған именно тағамға қосылатын қоспа ретінде мынадай продукттермен обходиться етіп жатыр. Яғни бұл продукттердің барлығы сізге қажетті, адамға қажетті стройматериалдардың бәрін береді, и адам өз проблемасы, ағзасы өз проблемасын шешіп алады. Мінекей сол продукты мынау нони деп аталады. Бұл нони в основном жалпылама сізге қажетті витаминный комплекс. Ішінде 18 аминокислота бар, полинасыщенный, жаңағыдай фермент дейді, антиоксидант дейді, барлығы соның ішінде. Яғни мықты инструмент ағзаға түсті, ағза өз проблемасын өзі шешіп алды деген сөз. Білесіз, ағзаға қажетті материалдардың бәрін беретін болсаңыз, ағза Алла тағала сөйтіп жаратқан кез келген диагноздан өз-өзін жазып шығарады. Кез келген диагноздан. Сол үшін де мен айтатын, дәрі-дәрмек ауру сырқауды жазбайды. Ешқашанда жазбағанда. Жазатын нәрсе ол Алла тағала берген сіздің иммунитетіңіз. Тек ағзаға мешать етпей, көмегін жасайтын болсаң, любой проблемадан қайсы стадияда тұрмасын алып шығады ағза. Түсіндіңіз? Мінекей, осы өнім қазіргі таңда 3 бағытта өте жақсы жұмыс істейді. Біріншісі нерв жүйелеріне жақсы жұмыс жасайды. Яғни мен айттым ғой, мынау бас ми қан тамырындағы стресс, депрессия, қазір ұйқысыздық көбісінде, ашушаңдық, неше түрлі жаңағыдай ЗПР-ге қатты беріп жатырмыз, ДЦП, аутизмнен, сосын мынау энурез деген диагноздарға не үшін жақсы беріп жатыр? Өйткені именно мидық интоксикацияны, мидағы жаңағыдай токсикоз дейді, не дейді, солардың барлығы, токсиндердің барлығын тазалауға жақсы көмек тигізеді.